Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып оқушылары, қазір сіздермен математика пәнін өтеміз. Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз тонна және грамм деп аталады, балалар. Біз бүгін массаны өлшем бірліктермен танысамыз. Тонна, центнер, килограмм, грамм ұғымдармен танысамыз, балалар. Тонна, балалар, 1 тонна 1000 килограммға тең. Центнер 100 килограммға тең. Ал 1 килограммда 1000 грамм бар, балалар. Мына суреттегі берілген кестеге қарасаңыздар болады. Келесі, балалар, өлшеу ретімен орналастыру. Бұл жерде өлшеу ретімен дегенде, яғни төменнен жоғары қарай. Ең бірінші 200 грамм. Неге? Өйткені 1 килограммның ішінде, балалар, 1000 грамм бар. Сондықтан да бізде ең кіші өлшем бірлік бұл грамм, яғни 200 грамм. Одан кейін 8 килограмм, 20 килограмм. Сосын 2 центнер. 2 центнерде, балалар, 200 килограмм бар. Содан соң 800 килограмм және 2 тонна. 2 тонна дегеніміз 2000 килограмм. Кему ретімен оған керісінше. Келесі енді, балалар, оқулықпен жұмыс. 5-ші тапсырма қараймыз. Мен оқимын, балалар. Астана қаласындағы тәуелсіздік алаңында мерекеге арналған шатыр құрылды. Металл құрылғының массасы 5 центнер 55 килограмм, ал оның жабындысы 110 килограммға жеңіл. Шатырдың барлық массасы қандай? Бізге, балалар, бұл есепте құрылғы белгілі. 5 центнер 55 килограмм. Жаңа айтып өткеніміздей, 1 центнерде 100 килограмм бар, демек 5 центнерде 500 және бұған 55 килограммды қосамыз. Яғни құрылғы 555 килограмм. Ал жабынды одан 110 килограммға жеңіл. Есеп, балалар, 2 амалмен шығарылады. Әуелі жабындыны тауып аламыз, сосын оған құрылғыны қосамыз, яғни барлығын табамыз. Жабынды табу үшін 555 килограммнан 110 килограммды азайтамыз. Тең 445 шығады. 445 килограммға 555 килограммды қосқанда 1000 килограмм, яғни 1 тонна шығады, балалар. Енді мына 3 суретке қарайық. Суреттерде бізде, балалар, сәбіздер тұр. Бірінші, себеттегі сәбіздер. Бұл ең кішкентайы, яғни біз оны килограмммен өлшейміз. Мысалға, бұл 2 килограмм, 3 килограмм, немесе әртүрлі болады. Яғни 2 килограмм дегеніміз 2000 грамм, 3 килограмм дегеніміз 3000 грамм. Екінші суретте қаппен берген. Бұл яғни одан да көп, мысалға, бір қапта 50 килограмм болуы мүмкін, 60 килограмм, немесе одан да көп болады, балалар. Ал үшінші суретте бізде енді машинамен, яғни тоннамен есептейміз. Мысалы, егер 100 килограмм болса, бұл 1 центнер болады. 1000 килограмм болса, 1 тонна болады, балалар. Бүгін сіздерге тонна, грамм ұғымы түсінікті болды деп ойлаймын. Тонна, яғни ең үлкені, ал грамм ең кіші өлшем бірлік. Сау болыңыздар, балалар.